Қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте нәзік, өте дәмді болатын шайға таптырмас тәтті сүзбелі бәлішімізді дайындаймыз. Менімен бірге дайындап, үй іштеріңізді қуантыңыздар. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға 250 грамм мөлшерінде ұнымызды салып, үстіне 100 грамм мөлшерінде қантымызды саламыз. 9-10 грамм мөлшерінде қопсытқышымызды салып, алдын ала жұқалап туралған сары майымызды немесе теркадан өткізіп, 150 грамм сары май салыңыздар. Міндетті түрде салқын болу керек. Жұмсақ болса сіздерде тесто шықпайды. Осылай қолымыздың көмегімен ұн мен майды шылап отырып үгітеміз. Тез істеңіздер, майыңыз еріп кетпесін. Жұқалап турасаңыздар өздеріңізге оңай болады. Осындай песочный тесто шығады. Бір жұмыртқаның көмегімен тестомызды біріктіреміз. Артық қоспаңыздар. Менде осындай тесто шықты. Осыны салфанға немесе мешокқа салып, тоңазытқышқа жарты сағатқа кемінде қойып қойыңыздар. Менде осындай сүзбе, басқасын қолдана берсеңіз де болады. 2 жұмыртқа қостым. 100 грамм мөлшерінде қант, 1 ас қасық кукурузный крахмал қосып, жақсылап араластырдым. Осылай тестомызға алдын ала қамырымызды жайып алып, начинкамызды салып шықты. 170 градуста 45 минут піседі. Өте дәмді болады. Жасап көріңіздер.